Ал екінші еңбегім бұл медиалингвистика, қос нүкте, қазіргі масс-медиа және сөз қолдану ерекшеліктері деп аталатын авторлық монография. 2017-2020 жылдары Қазақ ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығында жеке жобам тіркелді, және бұл жоба Тұран университетінің журналистика және аудармасы кафедрасында орындалды. Сол жоба бойынша қол жеткізген ғылыми жетістіктеріме сүйеніп, осы монографияны жазып шықтым. Монография кімдерге арналған? Жоғары оқу орындарының журналистика, қоғаммен байланыс және аудармасы мамандықтарының магистранттарына, студенттеріне, ғалымдарға және ғылыми қызметкер әдіскерлерге арналған. Монографияның артықшылығы, ерекшелігі неде? Біз қазір баспасөзде, радио мен телевизияда және әлеуметтік желілерде сөзді қалай қолданып жүрміз? Тіл мәдениетінің талаптары сақталып жүрме? Тіл экологиясының бүгінгі халі неліктен мүшкіл? Оған әсер ететін факторлар қандай? Ағылшын тілінде hate speech, орыс тілінде язык вражды деп айтылып жүрген өшпенділік тілі туралы білесіз бе? Ал сол өшпенділік тілінің дінаралық, ұлтаралық қақтығыстарға, елдің тұтастығын бұзуға, құқық бұзушылыққа бастайтыны туралы естідіңіз бе? Сананы астыртын түрде басқарып, адамның санасына манипуляция жасайтын сөздің сиқыры қандай? Міне осы сияқты сан салалы сұрақтарға жауап іздесеңіз, монографияны оқыңыз. Сөйлеу қабілеті бар тірі жанның өзімен қарым-қатынас жасайтын айналасындағы адамдардың жанына қаяу түсірмей, тіл тигізбей, жүрегіне зіл түсірмей өмір сүргені абзал. Осы сияқты сан салалы сұрақтарға жауап іздесеңіз, монографиямен танысуыңызға болады. Екі кітаптың да қағаз және электронды нұсқасы Тұран университетінің кітапханасында бар. Кітапханаға келіп, менің оқу құралыммен және монографиямен танысуларыңызға болады. Мен Алтаева Алмагүл Кәрісбекқызы арнайы библиорек жобасы үшін. Келіңіздер, күтеміз.